тастап кетпейді. При этом, когда я лежала в постели, это было 1,5 месяца, почти 2 месяца. Сол кезде мен ауыртпашылық салғым келмей, өзім жатып кушондарды сатқан болатынмын. Естеріңізде болса, мен сатып хотя бы бір жағынан шығысайын, медицинский счеттарды жабу үшін бір жағынан шығысайын деген сияқты өзімнің ниетімді білдірген болатынмын. Если вы думаете, что я постоянно не чувствовала себя виноватой, я постоянно чувствовала себя виноватой, то что мен аварияға түсіп қалдым деп. И айтады ғой, сені аяққа тұрғызды дейтінде, мен ол кісілердің үйлеріне инвалид болып келген жоқпын. Құдайға шүкір, 2 аяғым бар, 2 қолым бар, сау адам болып келгенмін. Бірақ қырсыққа қарай енді осындай авария болып қалды. Білмеймін, қандай адам болмасын, жанындағы адам осындай қиын жағдайға түссе, жанынан табылады деп ойлаймын любой адам. Еще раз скажу, я записываю это видео не в целях, чтобы вы меня пожалели или там что-то сказали, негатив не писали. Я привыкла, что вы пишете негатив, там кто-то видит одну сторону монеты, кто-то другую сторону монеты. Но я хочу рассказать о своей правде, то, что я не лежала годами, я не была инвалидом, который вот так вот лежит, енді Құдай өзі сақтасын, енді ондай адамдар болса да кешірім сұраймын, бірақ мен ондай болған жоқ, менде аяғымда, денемде, сознаниемде барлығы өзімде болды. Тек қана маған врачтар 1 ай төсектен тұрмасын деген ғана противопоказания қойды, болды. Так мен омыртқамды әлі күші емдеп жүрмін. Емдеймін де, сондықтан мен көкірегіме тиген нәрсе солда, типа мен как будто к нему пришла без ничего, без ног, без этого, вот так вот сидела как будто, да. Пожалуйста, қайырлы күн, сразу скажу, я из себя не строю жертву, но басынан бастайтын болсақ, мен қастана тұрып жатқаныма уже 8-9 айдай болып қалды. Бірақ сондай болса да, енді мен жұмыстарым шектеп болғаннан кейін айына 2-3 рет шетке барып тұратын жайым болатын. Бірақ қазір енді осындай волнахайтаны көріп, я не имею смысла держать магазин. Это уже в течение 3 месяцев уже так, мен постоянно барған сайын өзімді уже шақырмаған қонақ ретінде сезінемін. Постоянно сообщение, то что жаман кеткен жердің түртінсейін деген сияқты. Оған да мен келісемін. Сондықтан я объявляю о ликвидации моего магазина. Барлығын жабудың алдында біз все вещи распродадим по себестоимости. Біздің магазинда өте керемет киімдер бар, курткалар, шубалар, өздеріңізге ұнайтын барлығы по себестоимости, даже себестоимостьтен төмен. Біз магазинді осы апта жауып жатырмыз. Сондықтан барлықтарыңызды күтеміз. Бум, Тимирязева, сағат 10-нан кешкі сағат 10-ға дейін келіп, біздің магазиндағы заттарды соңғы скидкамен алып кетсеңіздер болады. Я обещала себе не плакать. Знаю, что это видео сейчас все паблики алып кетеді, сондықтан сіздерге заранее айтайын, мен Қырғызстан туралы, қырғыз елі туралы ешқашан жаман айтпағанмын. Я всегда говорила, что в Кыргызстане самая вкусная еда, самые добрые люди, которые приняли меня как за свою дочь. Ешқашан нигде я не отрицала то, что вы моя поддержка, но не отменяет тот факт, что біз аварияға түскен кезде сені қарады ғой деп айтқан адамдарға былай айтайыншы, қараса өзінің Аллахтың алдында таңдаған жарына қарады. Егер де ол кісіге де сондай жағдай болатын болса, мен непременно де қарайтын едім, себебі ол ең бірінші адамгершіліктің қасиеті. Кейбір айтады, бүткіл тастап кететін еді деп, ол қандай ерлік екенін мен білмеймін. Хотя бы капля адамгершілік болатын адам ешқашан қиын жағдайда тастап кетпейді. При этом, когда я лежала в постели, это было 1,5 месяца, почти 2 месяца. Сол кезде мен ауыртпашылық салғым келмей, өзім жатып кушондарды сатқан болатынмын. Естеріңізде болса, мен сатып хотя бы бір жағынан шығысайын, медицинский счеттарды жабу үшін бір жағынан шығысайын деген сияқты өзімнің ниетімді білдірген болатынмын. Если вы думаете, что я постоянно не чувствовала себя виноватой, я постоянно чувствовала себя виноватой, то что мен аварияға түсіп қалдым деп. И айтады ғой, сені аяққа тұрғызды дейтінде, мен ол кісілердің үйлеріне инвалид болып келген жоқпын. Құдайға шүкір, 2 аяғым бар, 2 қолым бар, сау адам болып келгенмін. Бірақ қырсыққа қарай енді осындай авария болып қалды. Білмеймін, қандай адам болмасын, жанындағы адам осындай қиын жағдайға түссе, жанынан табылады деп ойлаймын любой адам.